Театр актерлары бүгін сахнада емес, шаршалаңда өнер көрсетеді. Ал біз оған куә боламыз. Кеттік. Ас қалай қазақша? Асаба сияқты жүрмісің ғой аға. Екінші тайм басталды ғой. Қазір шығамыз. Жоқ, сонда, мен кеттім е? Комментатор болып кеткенсің ғой, ана жерде. Аяқты қолда байлаңдар, домбыра ойнайсыңдар, рөл ойнайсыңдар. Ең бастысы сол. Молодцы. Алғашыңыз құтты болсын, рахмет. Алғашқы ойында Қалекей театры жастарға қарсы ойнады. Әділ Ахметов қалекейліктерді сырттан адам қосты деп кінәлады. Қалекей Қуанышбай театры шықты, команданың бір адам танымаймыз. Көпшілік сахналарда ойнаймын. Бұйырса алдағы уақытта үлкен ауқымды рөлдер бұйырады деп үміттенемін. Сол үшін танымай жатқан ғой Марғұланды. Бұйырса енді. Ерегіскеннен танылып кетіңіз енді. Жоқ. Бұл сіз айтып отқаныңыз атын шықпаса жер өрте деген сияқты ғой. Жақсы жағынан танымайық. Жақсы жағынан әрине. Жақсы жағынан актерлар басқаша қалай. Опера айтқан оңай ма, әлде футбол ойнаған ба? Футбол ойнаған. Опера әртістерінің тыныспен ерекше жұмыс істейтіні байқалды, ал қалекейліктерді намыс қайрайды. Кешір, Әділ, бәрі жақсы. Болды, мен қазір міне келесі ойынды күтіп отырмын. Замен ғой бізде. Ауысып ойнаймыз. Аяқ астынан шештіңіздер ғой. Жоқ. Жастар театры жала жапты ғой, шықпайсыздар деп. Жастар театрының директоры жүр ғой, сіз қайдасыз? Өте жақсы ма? Қазір шығуға дайынсыз ба? Нүркен аға сияқты? Әрине, ол театр үшін, ұжымның үшін бәрін жасайсың ғой. Шығып көресіз бе қазір? Енді қазір бұл ойын, сондықтан балдар қазір әбден машықтан бір-бірін түсініп алды, бұл үшін қазір біраз уақыт кетеді маған үшін. Команда жинап әкепсіз. Иә, біз Өзіңіз неге ойнамайсыз? Өйткені біздің жігіттер менен жақсы, әлде қайда жақсы ойнайды. Бол кетті ғой. Қазір шығып қалдық. Қандай қателік? Қандай қателік болды жаңа? Ой, қақпашының қатесі. Театр ойыншысында Макай бар. Образдан çalmaya қалған сияқты. Біз футболист ретінде өзіміздің рөлімізді ойнап жатырмыз, сондықтан да ол жағынан да өзіміздің мықты қырымызды көрсетуіміз керек деп ойлаймын. Назерке. Образдасыздар ма? Енді былай айтқанда актерлар жан-жақты болу керек деп айтады ғой. Например, футболисттің рөлін берсе, сен футболист екеніңді, нағыз шынайы футболист екенін көрсетуің керек. Бұл шаршалаң емес, сахна деп елестетейік, декорация, реквизиттер, мінезіңіз, сөзіңіз қандай болар еді? Кеттік, эмоцияңыз. Мысалы, Монго сол деген сияқты ма? Ой-йоу! Онда логика келсе сахнаға сыймаймыз. Ойнасаңдар, жігіттер, бір нәрсе, уже ана перчаткасы ше, перчаткасы тұрасында. Тұрмайым. Ана қырып атады да уже. Поэзия күндесе оқып берейін десе. Мен де оқи аламын поэзия. Соңында спектакль бітеді, ана шымылдық деп түседі. Спектакльде бұғау сөздер айтуға рұқсат етіле ма? Әлбетте. Қай заманның ойыншысы екен белгісіз, алаңда 77 нөмірлі ойыншысы. Оян Қазақстан деген қасиет. Ояндар, тіріліп анда ашылып. Ұтылғанда 3-ші орын. Жас көрермен театрының еншілеген жүлдесі сол, ал негізі актерлардың ойынын сахнадан көрген қызығырақ. Не жетіспейді екен актерлерге? Алаңда жүргенде алаңда. Я не знаю. Не жетіспейтінін қайдам? Ойнау керек, дұрыс шынықпаған. Ең болмаса әр таң сайын 20-30 минуттан жүгіру керек қой. Театр актерлары эмоцияның бәрін сахнада қалдырып кететін сияқты. Футболда Астана опера жеңіске жетті, бірақ айтарлықтай қуанышты көріп тұрған жоқпын. Комментатор да тып-тыныш.
Уй.